тек қана жұмаға келетіндер. 5 уақыт намаз оқып жүрген адам мен жұмаға ғана келіп жүрген адам былай салыстырып көріңізші өмірде. Жұмаға келіп қояды, анау не секілді анау. Католиктерде бар ғой, адам күнәні жасайды да, анау церковьтің служителіне келеді де айтады, мен осы аптада осындай күнә жасадым дейді. Жақсы, Алла сенің күнәңді кешірсін, сен осындай күнә жасадың, сенің күнәңді Иса мойнына алды, сен осынша ақша төлейді, анау кетеді, мәз бітті. Тазарды күнәді. Мына жұмаға келетін біздің бауырларымыз солай ойлайды. Ойлайды, ең бастысы мен жұмаға келдім, сол бір жұмада күнәм кешіріледі деп ойлайды. Қазір жұманы шығып оқып алады, арағын ішеді, темекісін тартады, зинасын жасайды, парасын алады, ұрлығын жасайды, қылмысын жасайды, біреуді қорқытады, ақшасын алады, біреудің мәселесін шешеді, келесі жұмада келеді, Алла мені кешір дейді. 5 уақыт намаз оқитын адам олай істемейді. Ол қазір жұманы оқыды ма, ол күнә жасай алмайды, өйткені алдында асыр намазы тұр. Асыр намазын оқыды ма, шамы тұр алдында. Шамды оқыды ма, алдында құптаны тұр. Құптаны тұрма, таң намазым бар дейді. Таң намазым бар дейді. Кейбіреулер анау ғұсыл алу, жуыну қиын болатын болса, соны бұзбауға тұрысып таң намазын күтеді. Таңертең қиналып қалам ғұсыл қиынып дейді. Әртүрлі жағдай болады. Не үшін намазды күтеді? Намаз бар дейді, дайындалады соған. Ол 5 уақыты жоқ адамға не керек ол? Намаз жоқ онда. Жұмаға келеді, ойлайды ол. Кешті Құдай деп. Кешуші Алла әлбетте. Бірақ сенің ол намазың Құдайға керек емес қой. Ол біздің міндет. Орында деп тұрған Құдайдың әмірі. Құрметті, ол бізде ол жерде таңдау жоқ.